Barbamız omuzda turamız. Salimesinde mi okuşlar? Sabahımızda Elmira mektubumuzda ile. Altın kırmaz bana, altın genç davası. Yürüdüm rastlanan yürümeye karışım. Bir ben konuşurum. Namusum bilmediğim kazanım mutluluğum. Benim gülüm, gülüm olur. Gülümün, şurum olur. Tügülümün yerim, tuğan yerim benim. Kazakistan'ım, topraklar joğuşkan, yemekler şiirim var. Bölge şaraskan, bir sözlerim var. Tasalgan vakıtın mengelet dostumday. Bizden vakıtı bizden olsunday. Benim gülüm, benim gülüm, gülüm olur. Gülümün, şurum olur. Tügülümün yerim, tuğan yerim benim. Kazakistan'ım. Hazır oylarında ne durumuz akbaratta жатайық. Алдарына ақпарат берілді. Мысалға, біреу үйдің ойлап отыр, біреу тамақты ойлап отыр дегенде. Ойларымызда не тұр, соны жазамыз. Қандай? Ойымызда не тұр? Біреуіміз сөзбен жазайық. Бірінші топқа бөлімдей бастайық. Мына жерде теңге, иә? Бұл жерде теңгенің елтаңба жағы және сан жағы теңгенің. Қазір осыны таңдаймыз. Кімде елтаңба жағы бірінші және екінші топқа отырады, ал кімде теңге жағы сол үшінші топқа отырады. Жақсы ма? Мына жерге келіп таңдай қояйық. Орнымыздан тұрып, бұл десе тоқталып. Елтаңбасы барлар үшінші топқа, сан жағы тұрғандар бірінші және екінші топқа. Арбасын отырайық, иә? Тақтада суретке, галереяға саяхат жасайық. Бірінші суретте қандай сурет? Екіншіде Нұрсұлтан Назарбаев, үшіншіде 2017 жыл, төртіншіде қандай сурет? Бұл көрме. Яғни бұл жерде Қазақстанның ұлттық мәртебесін көтеретін заттар, иә? Бесінші суретте иә, қуат, сәуле, мөлдір. Ал алтыншы суретте экспо. Демек, бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады екен? Бүгінгі сабақтың тақырыбы экспо көрмесі. Ал тілдік мақсатымыз ол мақала және эссеистердің құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, формалар сөйлем жасау жолдарын, түрлерін білдіреді.
түсінікті болса, бұл бейнеде экспо тарихы туралы айтылды. Иә, біздің Астанамызда 2017 жылы экспо көрмесі болды. Қазір мынадай тарса деген әдіспен пирамида құрастыруымыз керек. Бұл жерде өте жеңіл сұрақтар берілген. Яғни мысалға біздің экспо көрмесі болған кезде президентіміздің атауы деген сияқты оңай сұрақтар берілген. Яғни осы сұрақтарды рет-ретімен қою арқылы біз пирамиданы құрып шығуымыз керек. Орнымыздан тұрып топпен бірлесіп жасайық. Қай қалада өтті? Бірінші сұрақ. Ең достықтар бар болса, Фатима қыздар бар. Біттіңдер ма? Қыздар біттіңдер ма? Қол шапалақтап білдірейік. Жыл өтті. 2017. Экспо сөзінің мағынасы қандай екен? Көрме деген. Экспо кезінде мемлекетімізді кім басқарды? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Экспоның басты ұстанымы болашақ энергиясы. Экспоға қанша мемлекет қатысты? 115-тен аса. Ал қанша ұйым қатысты? 22 ұйым қатысты. Энергияның бір түрі сәуле, және бір түрі жел энергиясы. Жақсы, балалар, экспо туралы біраз мәліметтерді білдік. Енді салалас құрмалас сөйлемді көтереміз. Яғни бұл тілдік мақсатымызға жатады. Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз бағыныңқы сөйлемі басыңқыға бағынып келеді. Яғни мысалға оның 6 түрі бар. Біріншісі ол ыңғайлас. Жалғаулықтары және, да, де, та, де, әрі. Тыныс белгісі үтір болады екен. Мысалға, далада күн суық болса да, менің көңіл күйіме ол әсер етпеді. Бұл жерде да деген жалғаулықты қолдануы және да дегеннен кейін міндетті түрде үтір болады. Екінші түрі қарсылықты салалас. Ол бірақ сонда да дегенмен, алайда, әйтсе де, сөйтсе де дегенмен жазылады. Оның тыныс белгісі үтір және сызықша. Бұл жерге мысал келтіретін болсақ, далада күн суық, бірақ біз мектепке келдік. Далада күн суық болса да біз мектепке келдік. Ал үшінші түсіндірмелі салалас. Оның жалғаулығы жоқ, дегенмен сонша, сондай, сол, мынау, мынадай сияқты сілтеу өсімдіктері. Бұл кім жылдан деп аталады. Кім жылдан ойында осы ұяшықтар таңдаймыз. Ұяшықтар таңдаған кезде жаңағы салаластың түрлеріне сұрақтар шығады. Яғни бірінші сұрақта ол мынадай сұрақ, ал екінші сұрақта басқаша сұрақ. Сұрақтар бір-біріне ұқсамайды. Асма? Орнынан тұра алмады. Қандай саласын түріне жатады? Сондықтан, өйткені, себебі салалас құрмалас сөйлемнің қай түрі? Сондықтан, себебі, өйткені деген жалғаулықтар арқылы қайсы жасалады? Иә. Жарайсыңдар. Ал екінші сұрақты олар қыздар таңдасын. Жасай алады. 5. Бұл жолы корпусымен не бет шығыс түседі, не болмаса оны жеңуге тырысады. Не бет шығыс түседі, не болмаса оны жеңуге тырысады. Қандай? Не болмаса не болмаса
Söylediler. Tamam. Evet, birinci söz Enleri, ikinci Kazakistan, üçüncü Kuvat, dördüncü Mölde, beşinci Yelbası, altıncı Bolashak, yedinci Săvlet, sekizinci Export, dokuzuncu Şetil, onuncu Robot, 11. Kölmek. Bu жерде салас құрмаласыздар ма? Салас құрмалас сөйлем жоқ екен, иә? Үшінші сөйлемді оқиды. Бұл жерде де салас құрмалас сөйлем жоқ екен, иә? Төртінші сөйлемді оқиды. Ислам. Кәсіпкерлер субъектілерінің саны 10%-тен аса көбейеді дей ойсы. Бар. Демек, қандай салас құрмалас сөйлем бар екен бұл жерде? Ыңғайлар. Иә, көбейді де деп ыңғайлар салас